Қонжық каналы. Бүгін біз сіздерді мынандай үйіміздегі, аквариумымыздегі, яғни жалғыз ғана балығымыз скаляриймен таныстырамыз. Бұл балық скалярий балықтардың тобына жатады. Бұл балық баста ең кішкентай болатын, одан кейін ол үлкен бұл өсті. Қараңыздар, қандай үлкен. Неге? Қолмен мынаншама неге. Үлкен болып өскен екен. Иә. Осындай аппақ балық, іші көрініп тұратын сияқты, бірақ өте ақшыл. Арқа жақтағы құйрықтары кішкене қара не сызықтары бар. Аквариумдегі жалғыз балық, ол осындай аквариумде жүзіп жүреді. Ал енді қазір бұл балыққа біз жем береміз. Әнеке Жандос жемді әкелді ғой. Бұл балық аш қалған сияқты, қараңыздар. Қазір мен өсін өшірейін. Неке. Ал енді оған Жандос қазір жем береді, я, Жандос? Иә. Әнеке жемді әкел. Бұл құрт жейді. Әнеке құртты бере ғой, мінеке берді. Қазір ол бәрі жейді. Кей кезде ол аузына толтырып алады, тамақты кейін түкіріп жібереді де қайттан жейді. Әнеке Жандос ол тоймай қалған сияқты, тағы да бер. Мінеке көп құрттар мына жерде. Көп құрттар жүр. Мінеке балық жеп жатыр. Мінеке күнде өстіп тамақ жейді ол. Күніне бір мезгіл ғана тамақ жейді. Негізінде 2 күнде бұл құртты берсек, 2 күнде бір рет жесе де болады, бірақ біз күніне береміз. Өйткені бұл үлкен болғаннан кейін бұл тез аш қалады. Негізінде балықтарға төбеден тамақты алып жеу қиын. Неге нәжеге түсіп алады да, сосын жейді. Төбеде ана басы төбеге мынандай қайылып кетуі мүмкін. Неге тағы да жем берді? Жерге түсіп жатыр. Же. Қазір аузындағы тамағын шайнап жатыр. Қазір тұрады. Сосын ана тамақтарды жейді. Не мына жақта тамақ тұр? Не. Қазір просто асықпай шайнайды. Әлі шайнап жатыр, аузына қараңыздар. Бұл скалярий балық, бұл деген өте қорқақ балықтарға жатады. Бұл өте қорқақ. Бір аквариумды бұлай қолымен тесіп қалса, ол ар жаққа көп километр жер жүріп қашып кетеді. Өзіне да просто. Өз аквариум ішінде көп жақсы кетеді. Сау болыңыздар, және де Қонжық каналына міндетті түрде жазылыңыздар. Сау болыңыздар!